Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осындай картофельный фридің рецептісімен бөлісетін болам. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар, өйткені біздің фри өте оңай жасалады, әрі дәмді болып шығады және де қытырлақ болып шығатын болады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен картошкамызды турап, осындай домалақ қылып және де ұзынша кубик қылып турайтын боламыз. Видеода көрсетілгенде жасасаңыздар, өте әдемі шығатын болады. Турап алған картошкамызды сумен 2-3 қайтара жуатын боламыз. Біз оның крахмалын кетіруіміз керек болады. Неке осылай видеода көрсетілгендей, мен осы арнайы видеода көрсетіп жатырмын. Осылай жақсылап жуып, 2-3 қайтара жуғаннан кейін, осылай таза суымыздан жақсылап алып, қағаз сүлгінің үстіне, болмаса осылай марлының үстіне суын сорғытатын боламыз. Яғни бізде марлымыз суын тартып алуы қажет болады. Сол кезде фриіміз өте әдемі болып пісетін болады. Картошкамыз құрғанғаннан кейін осындай қызып тұрған майда пісіріп алатын боламыз. Міндетті түрде майымыз қызып тұруы қажет. Сол кезде біздің фрилеріміз қытырлақ, өте әдемі болып шығатын болады. Міндетті түрде картошканы аз-аздан салыңыздар, өйткені біздің картошкамыз көп салатын болсаңыздар жұмсақ болып қалатын болады. Және де оттың асты қатты болып тұрғаны жөн. Мінекей біздің өте дәмді болып шыққан картофельный фриіміз дайын болды. Қытырлақ, өте дәмді, сондай керемет болып шықты. Осындай кетчуппен ұсынсаңыздар да, болмаса үстіне тұз сеуіп ұсынсаңыздар да болады. Және де фастфуд тағамдарының қасына да ұсынуға да болады. Сіздермен болған Келинка Майра Құландық келінен қандай да бір рецепт күтсеңіздер, комментарийге жаза кетіңіздер. Және де менің арнамнан көптеген рецепттерді көре аласыздар.